Баршаңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен біз өте ерекше жаркояны дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен достар, картопты аршып, жуып, кептіріп аламыз да, оны қызып тұрған майда қуырып аламыз. Яғни дәл осылай қызарғанша барлық бетін қуыру қажет. Келесі ол бізде пиязды алып, осылай кольцо етіп тураймыз. Қазанның түбіне әдемілеп жайып шығамыз да, оның үстіне етімізді қоямыз. Еттің мөлшері өз қалауларыңызша. Еттен кейін жарты ас қасық тұз қосамыз, чеснок саламыз. Және кольцо етіп туралған сәбізді салсаңыздар болады. Мен бір ғана сәбіз салдым. Одан да көп сәбіз салуға болады, егерде жақсы көрсеңіздер. Оның үстінен капустаны саламыз, дәл осылай. Содан соң біздің қуырылған фирменный картоптарымызды салып шығамыз. Үстінен бір кесе су құйып бұқтыратын боламыз, яғни 35-40 минуттың ішінде дайын болады. Мінекей достар, біздің жаркойымыз дайын, өте дәмді, ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар достар. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған Зейнеп.